Армысыздар қазақ елі, мен Жапарова Алмагүл Қамиқызымын. Елдің мәңгілік өмір сүруі ол тілге байланысты. Менің сіздерге айтар үлкен өтінішім бар. Кез келген банкоматтарды, телефондарды, телефонның ішіндегі қосымшаларды, дамуметті, тағы басқаларды қолданған уақытта қолдану тілін қазақ тіліне аударып барып қолданыңыздар. Өйткені сіздердің қай тілді қолданатындарыңызға қарап, Қазақстанда орыс тілінің қаншалықты қажет екендігіне сараптама жасалады. Конституциядан орыс тілін алып тастау керек дегенді қолдап жатқандардың санының көптігі қуантады. Осы талаптарымызға алдында айтылған қолданыс тілі өте әсер ететінін естен шығармаңыздар. Кейбір қазақтарымыз бар, қазақ тілін таңдасақ түсіне алмай қаламыз дейді. Бұл өте ұят, ана тіліне деген құрметі жоқ адамның сөзі. Америка кәсіпкері Роберт Кийосаки: біз өз әдеттеріміздің құлымыз, әдетіміз өзгергенде өміріміз де өзгереді деп жазған. Сондықтан ана тіліміз үшін түсінбей қаламыз деген, бара сала қай тілде тұр сол тілді баса салып қолданатын әдеттерімізден арылуымыз керек. Оңтүстік Африканың саяси қайраткері Нельсон Мандела: егер тіл мен мәдениетінен айырылсаң, шекараңды аша сал. Енді неңді қорғайсың, бұл сенің елің емес деген. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, ресми тіл, қарым-қатынас тілі болу керек. Ана тіліміздің тағдыры өзіміздің қолымызда екенін ұмытпаңыздар.